Көзқарастарыңызды ақылмен таңдаңыз. Шындығында өміріңіздің проблемалы саласында сіз өзіңіз осы проблема негізі және оның шешімі болып саналасыз. Бұл қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ қарсылық сырттан болмайды. Керісінше, сіздің өзіңізден, сіздің көзқарастарыңыздан туындайды. Түйсігіңізде жаңа көзқарастар пайда болғанда алдыңызда жаңа шынайы өмір туындайды. Мысалы, сіз дос табу қиын деп сенесіз. Бұл көзқараспен сіз танысқыңыз келмейтін ойыңызды ақтайсыз. Мұнда сіздің кінәңіз жоқ, себебі бұл өте қиын. Бұдан шығатын қисын, сіз жаңа адамдармен танысудан қашасыз. Сіздің көзқарасыңыз сізді досыңыз жоқ болғанына, сіз кінәлі емессіз деген қате пікірді миыңызда сіңдіреді. Егер де сіз жаңа достар табу өте жеңіл деген көзқарасты ұстансаңыз, онда әрине, сіздің телефоныңыз түскі асқа шақыратын қоңыраулардан жарыла жаздайды. Мүмкін, сіз ешкіммен таныспайтында шығарсыз, бірақ осы проблемаға өз көзқарасыңызды өзгертесіз. Кенеттен проблеманың жоқ екеніне көзіңізді жеткізесіз, проблеманы сіз өзіңіз жасайсыз. Сіздің айналаңызда қалыптасқан шынайы өмірді түсінсеңіз, ойыңызда нені өзгерту керек екеніне талдау жасай аласыз. Кей кездері шамалы ғана өзгеріс шегі жоқ мүмкіндіктерге жол ашады. Жаңа достар табу қиын емес деп сенсеңіз, оны растайтын бірнеше фактілерді кездестіріп, осы шынайы өмірден ең көп пайда көруге қажетті кез келген өзгеріске қол жеткізе аласыз.